жылдап отырайық. О, Басеке бірден өйтіп қашып кетпесе, ақша жоқ екенін білдіріп, Есет білмегендей отыр. Тыныш. Басеке, біз бәріміз коллективпен жиналып, бір жерде отырайық деп едік. Әмеміз жиналды да, соған бір жерде отырсақ. Шадел кафесінде ме? Болды, отыра берін. Мұнан ұлым ақша жоқ айтпайын. Өзіңіз барып, арқайық отыра берін. Менен бармайман, жақсылап өзіңіз отырып, хәзетіп қайтың. Ау, сіздер бармасаңыз, қалай отырамыз? Ол ұят болады ғой. Яқшы. Болды. Сіле бара берің, ізіңізде жетіп барам сөздеріміз. Ау, сен өзіңен бір зат дей жіберсің мыналар. Шығыптар! Ау, мынау растырам шәделі кетіп бара тұр ғой. Енді не қыламыз? Барған мен ақша жоқ қой қалтасында бір тиын. Енді не қыламыз? Енді бір ләжін көру керек. Қайтып көреміз. Біреулердің қарыз аламыз ба? Онда болады ғой. Енді. Ақшасы бар адамға соқ отса, кітте сөрезін үйлі болып отыр деймен. Бүгін Шадел кафемізде бір-бірінен мазалы тағамлар, бір-бірінен ажайып музыкалар һәм қосқылар орын алған. Һәм бірнеше күтілмеген сауғалар бар. Жақсылап отыру керек қой енді. Байрам-байрамдай болсында. Еплеп отырғыза жақпа дедің? Енді байрамда еплеп қарасып тұрар ау. Еплеп мойынға жаздырып